Көптен күткен қазақша эпизод. Жыл бұрын жазған кітабым екен, одан кейін кітап жазбадым, бірақ әлі ойда бар. Қазақша құжаттар оқысаң қиналып кетемін. Анаған таңғаламын, мынаған таңғаламын. Көзім бүйтіп мен негізі ондай адам емеспін. Мысалы, сен 9 тіл білсең, өзің қысқа ғұмырда сен 9 түрлі адам болып көресің, ол керемет қой. Мен айтпақшы, мен қазақша түсіреміз дегеннен кейін ана жолы барып, Абай Құнанбаевтың туылған күнінде барып, Абай жолын сатып алдым. Сәлем достар, баршаңызға бұл жетіл подкаст. Көптен күткен қазақша эпизод, дәл солай. Және әр кезде біз дәстүрлі өзіміздің алғашқы эпизодымызда өзіміздің көптен күткен және жақсы көретін қонағымызбен жазамыз. Бұл бүгін бізде Данияр Жігітбек мырза. Рахмет. Дәке, қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Дәке. Және әдеттегідей менің со жүргізушім ко-хост дей ма, қалай? Айдос Вулф. Жүргізушілесің ба? Жүргізушілесі. Сәлем достар. Бүгін біздің алғашқы қазақша эпизодымыз, өте қуаныштымыз. Әдеке қалай сезім? Бүгін жалпы Not English today. No more English. Мәкеңнің қазақша сөйлеген ТВ сияқты ма? Иә. Өзім әбден ешқандай бұған әдеттенбедік, бірақ дегенмен де қуаныштымыз. Ал сонымен бастайық. Дәке, қош келдіңіз. Рахмет. Танысқанымызға қуаныштымыз. Иә, Данияр мырзады негізі шақырудағы бұл жерде не бар? Себеп бар. Бірінші себеп, бұл кісі енді біраз жылдан бері біздің өзіміздің жетіл болсын, жалпы танымдық жобаларда көптеген, білмеймін енді, жеке даму, тұлғалық даму жобаларында көп қызмет атқарып жүрген және белсенді болып жүрген кісілердің бірі. Әлеуметтік желіде болсын, ютубта болсын, көптеген подкасттар бар. Сондықтан Дәкеңді бүгін қонақ етіп шақырдық. Дәкеңнің кітаптары бар. Ең қызығы. Осыдан қанша жыл бұрын шыққан алғашқы кітап? Лайфхактар кітабы 5 жыл бұрын тұсаукесері болды, жарық көрді. Сол кезде жас мәди тұсауын кесушілердің бірі болған. Тұсауын кесіп берген видеосы бар, иә. Машалла. Одан кейін сізде, менің білуімше, тағы бірең саран кітап шықты. Одан кейін қаржы қағидалары бестселлер. Кейінгі кітап 3 жыл бұрын жазған кітабым екен, одан кейін кітап жазбадым, бірақ әлі ойда бар. Өте күшті. Қайта оралу. Біз енді бүгін Дәкеңді бір айтылмаған тұрғыдан, айтылмаған бір қырынан ашқымыз келіп тұр. Бұл тіл үйрену тұрмақ, саяхаттау. Бірақ біздің концепциямыз өзгермейді ғой, бүгін қазақша болғанымен. Әлі сол. Дәл солай. Әртүрлі неше түрлі тақырыптарға тиіп кетеміз. Тиіп қашып кіре береміз, сондықтан еш уайымсыз, Айдеке. Бісміллә деп. Дұрыс болыпты, Дәке, енді бізге о баста мына бір сұрақ қызық. Негізі сіздің мысалы, менің білуімше, сіз жалпы тілдерге деген махаббатыңыз қай жерден, жалпы қалай бастап алды? Сіз осы Алматыда оқыдыңыз ғой? Иә, мен Алматы қаласында туып өстім. Кіндік қаным осы жердің перзентханасында тамды. Енді былайша айтқанда тілдерге деген махаббатым сол орта сыныптарда болған шығар, бірақ айта кететін жайт, мен орыс балабақшасына барғам. Былайша айтқанда тіліміз орыс тілінде шыққан сияқты. Содан кейін ата-анам бір мектепке беретін кезде ойланды, бұны орыс мектебіне берейік пе, қазақ мектебіне берейік пе деп. Сөйтіп ойлана келе болашақ қазақ тілінің заманы келе жатыр деп қазақ мектебіне берген. Сөйтіп енді мен есімде анам айтатын, бірінші сыныпта жүгері деген сөз айтамайтын. Қазақ әріптерін айтамайтын. Сондай кезеңнен өткенбіз енді. Бірақ қазір ешкім айтпай қоймас, өйткені кітап жазып қазақ тілінде сөйлесіп жүрміз. Сосын орта сыныптарда ең қатты әсер еткен нәрсе ол саяхат болды деп ойлаймын. Бір 14 жасымда Италияға жолдама жеңіп алдым. Енді Италия болғанмен итальян тілін сезіндім. Өйткені бәрі итальянша болды. Бірақ енді мектепте оқығаның ағылшын тілі болғандықтан ең жақын тілге тартасың ғой әрде. Әуежай бар, итальяндықтармен де ағылшын тілінде сөйлесесің. Сол кезде бір шешуші кезең болды. Бізге жазады ата-аналар, балалар, әпкелері, ағалар жазады, мысалы, баламды, інімді тілге қалай қызықтырсам болады деп. Мен айтам, ең төте жолы ол балаңызды бір алыс жақын шетелге алып шығыңызшы деймін. Мысалы Дубайға, мысалы Таиландтың өзіне барған өзінде бәрде әуежайдың атмосферасы бар, басқа бар.
ол сол бір вайб сезінсе бала оған 1000 сөзден де ол қатты әсер етеді. Сөйтіп ол өзі ақ айтады, мен тіл үйренгім келеді, жетілге барғым келеді деп айтады да, мысалы үшін ше. Солай басталды енді. Содан кейін мен ағылшын тілін үйренем деп шешім қабылдадым. Бірақ оған дейін мектептен баға үшін ғана оқып жүрдік қой. Сөйтіп сол үш тіл тағдырымыз бір ұқсас сияқты, өйткені мен де өзім орыс тілді балабақшаға бардым, бірақ одан кейін ата әжемнің қамшылауымен мені қазақ тілді мектепке жіберді. Қызығы. Және мен жаңағыдай тура өзіңіздікіндей тілім негізі орыс тілінде шыққан еді. Одан кейін жаңағына келіп балалар оқылықпен тоқылық сөздер басыма кірмейді ғой. Не білдіретін алдар деп ше, жаңағыдай. Орыстың өлеңдеріне әбден үйренісіп қалғам ғой. Пушкині бар, Лермонтовы бар, басқасы. Былай жаттап алам. Сөйтіп бірінші сыныптан бастап бізде жаңағыдай орыс тіл сабағы қосылды. Русский язык и литература деген қосылды. Орыстың өлеңдерін сабақта жаттаймын ғой. Былай жаттап алам. Қазақтың өлеңдерін жаңағыдай қиналып, анаммен ұрысып, керісіп, әрең жаттаймын ғой ше. Сөйтіп осындай бір қызық нәрселер болды шынымен де. Сөйтіп бірақ уақыт өте келе мен 5-6 сыныптарда кімдерге шыға бастадым. Мұқағали оқулары, Абай оқулары, сөйтіп қазақша өлең шығарып, оларды мәнерлеп оқып, сөйтіп тілім бір бейімделіп. Өзің өлең шығардың ба? Өзім өлең шығардым, ондай да өнерім. Романтик. Айдеке де Алматы қаласынан туып өстіңіз, иә? Бізде Алматыдан. Тағдырлас екенбіз. Бірақ қазақшадан қиналғаным бар ғой. Қазір көп қиналам қазақшадан бұрынға қарағанда. Мектепте қазақша қиналған жоқпыз. Қазақша барып едіңіз негізі? Бәрін қазақ мектебінде оқыдым. Ахмет Жұмановты оқыдым. Дарынды балаларға арналған музыка мектебінде. Мектеп-интернат қой, сонда жатып оқыдым. Сөзіңіз аузынан музыканың әсері туралы да сөйлесек болады да, тілді үйренуге. Музыка өте маңызды. Қазір қазақша құжаттар оқысаң қиналып кетемін. Бір әсіресе заңмен қатысы бар құжаттарды ананы оқып біткенше қиналып, мен ақымақпын ба, мен өзім тілін түсінбеймін ба, жоқ бұлардың жазған дұрыс емес па. Меніңше жалпы көп аудармадан көп қате көп та біздің мемлекетте. Екі жақтан да бар шығар ол жерде. Өйткені көп адам неден Google аудармашыдан аудара салады ғой. Қазақшаны жазады, орысшаны жазады, қазақшаны қояды. Әлгі еркектердің іш киімдерін қорқақтар деп жазып қойған сияқты. Магдумда сөйтіп тұр ғой. Еркектің іш киімдері ана жерде орысшасы дұрыс тұр, астында қорқақтар. Еркек қорқақтар деп тұр ғой. Неде бар ғой? Әйел қорқақтар мен еркек қорқақтар. Әйелдерге қатысты әйелдердің себінетін нәрсесін әруақтар деп қойған ғой. Духи дегенді. Сол тектес сөз ғой. Иә. Қызық. Оны айта берсең, жалпы көп нелер телевизор көрудің өзінде бар ғой. Қара деп айтады. Кино қарап отырмын дейді, кино көріп отырмын дейді. Екеуінің қайсы дұрыс екенін мысалы үшін көбі ешкім мойындамайды. Иә. Ресми түрде көп нәрсе әлі бекітілмеген ғой. Иә, соны бекіту керек алфавиттан бұрын. Және ол мысалы кеңінен таралса егер бәлкім бір жүріп кетер, бірақ әзірге. Тілді одан кейін мен былай оқимын, үйренгім келеді деп оқыған жоқпын тілді. Бізде де сол бәрі баға үшін ғой. Сабаққа бармау, КВН-ға қатысып, активист болып, әйтеуір сабаққа бармасам екен деген оймен қашу, бірақ бағана сіз айтқандай музыканың арқасында оны мен кейін білдім. Осы соңғы бір 10 жылдардың арасында білдім. Европаның 1-2 елдері, Голландияда бар екен, қатарында Финляндияда бар ғой деймін. Төленген салықтан балаларды музыкаға тегін оқытады. Өйткені музыка білімін алған баланың, адамның басында анау сол тілге жауап беретін бір нейрон сол жұмыс істейді екен. Жай әдеттегі адам мен музыканттың екеуінің сол жердегі айырмашылығы бар екен да. Анау қалай тіл жаттап жүргенді білмейді өзі. Мысалы сен гитарада ойнайтын бар емес пе сен? Әнді айтасың керек кезде. Мен сол ағылшын тілін үйренемін деп шешім қабылдадым ғой, курсқа бара бастадым. Сосын бізде жұма күні спикинг болатын. Спикинг деген ол презентация жасау 5 минут ағылшын тілінде. Сөйтіп қараймын, ана тілім күрмеліп шықпай тұрды, қысылып ашыламай тұрмын. Дәл сол кезде мен гитара үйреніп жүрмін. Ана Backstreet Boys'тың бүкіл нелерін, сөздерін басып шығарып, жаттап, гитараның аккордтарын үйреніп жүрмін да. Сөйтіп мынандай қызық нәрсе байқадым. Ана енді айтасың, көршілер тақылдатады енді, біраз қатты дауысың шығып кеткен болу керек. Бірақ мынау білмеймін, мынау бұлшық еттер іске қосыла ма, қажетті, ана бір пластилин сияқты. Сөйтіп жұма болды, мен сөйледім 5 минут. Өзімді танымай тұрмын ғой, қайдан шығып жатыр.
сөйтіп анау мыналар аузың тіл былай жақ бәрі икемді болса дыбыстар дұрыс шыға бастаса сенің сенімділігің де артады екен да. Сөйтіп менің бір ағылшынымды жақсаруына қатты әсер етті ол негізі. Өте күшті. Иә, менің өзімнің де тәжірибемде сол. Жалпы ағылшын тілін мен сілтеп те айтамын, ұдайы жаңағы Eminem мен 50 Cent'тің әсері ғой. Әлі де мысалы мен біраз тексттер әлі есімде. So these ideas and I fears the white fears is worse fear as a child who died here and who likes earrings things жібере бересің да. Әлі миымда тұрды ол нәрсе. Яғни ең қызығы оның бәрін оқисың, түсінбейсің ше мағынасын, бірақ сенің ана произношениеңа, акцентіңе қатты әсер етеді. Көмектеседі, иә. Қатты әсер етеді. Мен сөйлеммен ғана жаттайтынмын. Иә. Сөйлем ағылшынша мысалы үшін бауырым сен ақымақсың ба деген мысалы үшін сол жерін жаттап аласың. Сондай жағдайды күтіп жүресің да қашан болады екен деп. Сол жағдай келсе мен соны айтамын да, бірақ айтайын десең оның ішінде анау қара нәсілді жігіттердің сөздері бар да, мен оны ол именно тура сондай қара нәсіл жігіттердің арасында келіп қаламын да, соны айтайын десем жоқ, бұны мен айтуға болмайды, қазір бекердің таяқ жеп. Сонымен сөйтіп сөйлем жаттап, солардың тура айтуын имитация жасап үйренесің. Менікі сол имитация негізі ең тіл үйренуге көмектесетін сол. Мынау мен жиі естіп жүрген және жиі айтып жүрген бір сөз бар. Fake it until you make it деген. Fake it till you make it. Бізге де мысалы бапкер. Мен ақшаны сөйтіп тапқан әйтеуір. Бапкер мысалы былай қарапсаң күрес қой ол. Неде айтады да, өзіңді жасай аламын деп жасай алатын адам болып сезініп жаса дейді. Өз өтірігіңе өзің сен дейді. Иә. Сол сияқты мысалы балаларды, мен қазір балаларым бар, қалай тіл үйренуіне қараймын да енді балалардың. Былай қарасаң өтірік бір нәрселер айтып жатады да. 2 жастағы баланы анау сөйлемдер, құрылысы ештеңе жоқ, бір нәрсе. Бірақ ол fake it болып отыр ғой. Fake it until you make it жасап жатыр да. Біраздан кейін қарайсың, анау басында 100% дұрыс емес сөздер болады. Сосын бір уақытта 10% дұрыс сөздер шығып қалады арасынан. Сөйлей береді, сөйтіп бір қарасаң тақылдап тұрады. Вот тура этот менде болған жағдай осындай. Байқайсың, бала одан тоқтатуға болмайды баланы. Андай түземеу керек та осындай кезде, әйтпесе жасқанып қалады. Fake it till you make it көп одан кейін қате түсінетіні бар. Сен олай көзге бүйтіп көрінудің қажеті жоқ. Сен олай көзге көрінгенше рия жасама деген сияқты. Солай болуың тиіс. Не ғой, быть, а не казаться деген сияқты. Оның қарама қайшысы ғой. Бірақ негізі олмен ешқандай қатысы жоқ. Үйрену процесіне керек бұл. Сен түнде мысалы үшін ұйықтайтын кезде, тезірек ұйықтағың келсе, сен өтіріктен ұйықтап қалу керексің бірінші. Өз-өзіңді зорлап өтіріктен ұйықтап жатырмын дейсің да, сол ұйықтап қаласың. Әрқандай мәселеде өз-өзіңді сол сендіру ғой. Өйткені миың білмейді ғой. Сен қазір көзіңді жұмып елестетсең, бардымдағы қазір мен бір лимон алдым, лимонды турап аузыма салдым десең, саған лимонның дәмі келеді. Өйткені миың білмейді сен шынымен жеп жатқаның ба жоқ. Соны түсінген адам ешқашан саған айтпайды олай істеме деп. Күшті бір мен 2016, 17, 18 жылдарға дейін Инстаграмдағы сурет видеоларым бар. Қарасаң жағдайым керемет. Бірақ быт-жыт қарыздың ішінде жүрмін да. Ешкім білмейді. Сыртында Инстаграмда мен қарызға да шетелге шығып жүрмін, бірақ андай айтады ғой, түр берме дейді ғой. Жыртылып жатырмыз өзіміз, быт-жытымыз шығып, бірақ түр бермейміз. Сол кездердегі әйелім маған жазған нелер де бар. Мысалы үшін шетелде мен жұмыспен жүрмін. Өз еркіммен емес, жұмыспен. Не ол жерде оларға үйге сыйлықты ала алмаймын. Өйткені қалтамда ақша жоқ, айлыққа жұмыс істеймін. Бір айдан бір айға созып жұмыс істеймін. Сонда бізге ештеңе алмай-ақ қой, артық ақшаң болса жібер, біз мында неге төлейміз дейді. Үйдегі суға, газға, анаған төлейміз дейді мысалы үшін. Бірақ Инстаграмда мүлдем басқа нәрсені шығарам. Оны өз ешкім көбі түсінбеген. Ол мәселе елге шығарып жатқан жоқпын, ол мен өзім көрем да. Ол менің өзім парақшам, мен көрем. Бұл менің өмірім осындай. Мен өз-өзімді сенгізім. Мен өзімнің немді түсірмеуім керек дейсіз планкама. Сонымен 2019-20-21-лерде мен өзім армандап жүрген нәрселерді баяғыда иеленіп қойыппын. Баяғыда істегім жүрген нәрсені істеп жүр екенмін, бірақ өзім байқамаппын. Артынан кейін қарасаң, қашан өтіп кеткен несінде байқамайды екенсің. Сосын кішкентай балалардың, жалпы балалар негізі үйренудің үлгісін көрсетеді бізге. Олар тиіспесек, мысалы футбол ойнайтын балаларды көресің ғой.
ана телевизордан көреді, ана голды тойлағаны. Иә. Бізде сондай болдық негізі. Қарайсың, бірақ тез үйреніп алады да олар. Бағанағы өздерін олар сондай образды елестетеді. Иә. Футболист ретінде, басқа ретінде. Мен таңғаламын, балалар қалай тез үйренеді деп. Сол біз бәлкім үйренудің тәсілдерін сол табиғи үйренуімізге қайттан келуіміз керек сияқты. Бізде осыған қатысты осыдан бір 2-3 жыл бұрын қазақ граммар деген не бар, топ. Солар қазақ тілінде сөйлеу клубын ұйымдастырды да. Сөйтіп жиналған кісілердің бәрінен сұрап шықтым да, енді жалпы қазақ тілімен қарым-қатынасыңыз қалай, үйреніп жүрсіз ба, басқасы деген сияқты сұрақтарды қойып жатсам, көбісі айтады да, үйренгім келеді, сөйлескім келеді, бірақ сөйлеген кезде бәрі андай ұятқа басады дейді да. Яғни сенің тілің келмейді, акцентің бар ғой деп бірден төмендеп жібереді дейді да. Мен сонда байқадым да, бізде енді өкінішке қарай жаңағы тіл үйрену деген өзі андай комплексті нәрсе ғой негізі. Ол сол қателік жасаудан тұратын дүние ғой негізі тіл деген. Бір тілде сөйлеп үйрену үшін сен 1000, 2000, миллион қате жасауың керек та. Ұятың жоқ болу керек. Иә, ұятың жоқ болу керек та шынымен де. Ал ол нәрсені бізде адамдар көре алмайды ма, білмеймін, енді басып тастайды да қатты ұятқа. Мысалы ағылшын тілінде акцентің болып жатса, қазақ тілінде тіпті болып жатса, бірден төмендетіп тастайды, аяқтан тартады, шалады деген сияқты. Осы тұста мәке бір сұрақ туындайды сіздерге полиглоттар ретінде. Бағана айтасың ғой, акцентім бар деп ше. Мынаған көзқарастарыңыз қалай? Тілден бұрын акцентін үйрену деген. Ол дұрыс нәрсе. Мысалы, ондай видеоларда көп. Тәжірибеңіз бар шығар, андай бар ғой, мысалы, бар ғой кейбіреулер тілден бұрын акцентін үйреніп алған екен. Афганистанда түсіріп алу бірінші. Мысалы, мен қазір араб тілін қазір білмеуім мүмкін, бірақ несін біліп аламын ғой, акцентін. Акцент өте маңызды. Яғни қалай ойлайсыздар, мысалы, бізді тіл үйренушілер көру мүмкін. Олар бірден тілді грамматика деп ойлайды ғой, грамматика, сөз жаттау деп ше. Ал сіздердің айтып жүрген, Мадиннің айтып жүргені, ол бірінші тыңдай бер дейді ғой. Иә. Тыңдай беру арқылы как раз осы нені үйренесің, акцентті. Яғни сіздер қалай ойлайсыздар? Бірінші акцентті үйреніп, сосын тіл үйренген дұрысырақ шығар мүмкін. Мен жалпы былай айтамын, акцент негізі ол баста проблема емес. Адамның бойында егер сөйленісінде бір акцент болса, оның жалпы өзінің мына этникалық акценті болады, ол норма. Бірақ енді кейде сәл талпынып, мына произношениені жөндеуіміз керек та, pronunciation деген нәрсе бар да. Өйткені кейде мысалы индустардың ағылшынша сөйлеп жатқанын тыңдайсың да, ештеңе түсінбейсің. Трамптың бір приколы бар ғой. I don't know what he's talking about. Шарша кетесің. И сонда мен айтамын да, кішкене талпынып көру керек бәрібір де, pure English, жаңағы таза кішкене сөйлеп қадам жасап көру керек. Кейбір кісілер оны негізінен ойламайды да. Мысалы үшін ол жұмысына жеткілікті ғой. Иә. Әсіресе мынау иммигранттар көп жұмыс істейтін мемлекеттерде, мысалы үшін Америка болсын, Араб Әмірлігі болсын, сол жерлердегі адамдардың сөйлеген ағылшыншасы негізінен қате. Ол жерде тіпті негізінен қате сөйлегенің дұрысырақ болады, жұмысың тез шешіледі да. Оған керемет, мысалы үшін біз Мәкен екеуміз сияқты америкалық акцентпен сөйлесең, немесе грамматикасын анау дым түсінбейді. Анаған бүгін ертең мен сен деп сөйтіп сөйлесең, ол керемет түсініп тұрады да. Бірақ акцент, бағана сіз айтқаныңыз, анау Ауғанстанда көп қой сондай видеолар. Астында жазып қойған комментарияда bro downloaded the accent package без языка деп жазып қойғанда да тілі жоқ, бірақ акцент түсіріп алған, өтірік, бірақ керемет келтіреді. Одан кейін анау әншінің аты кім Италияда? Сондай бір ән жазған ғой. Сондай ма? Иә, фанк жанрындағы бір әні бар. Өтірік тіл. Американың ағылшыншаға келтірген да. Бірақ бұлай қойып қойсаң, ағылшынша сияқты, бірақ естісең бәрі өтірік айтып жатыр. Бәлкім итальянша сөздер айтып жатқан шығар. Ешқандай сөз жоқ. Бір сөзінде мағына жоқ. Дәл солай, бірақ керемет музыка. Сондықтан біздің ана кім сияқты ғой, Сайлаубек сияқты ғой, былайша айтқанда. Иә. Сөзінде мағына жоқ, бірақ ана келтіріп жатыр да, ішін сөйленсін. Бізде сөйтіп акцентті үйренгенбіз бірінші, одан кейін барып грамматика артынан кейін келді ғой. Қазіргі күннің өзінде біз қанша мысалы үшін қателік жібереміз, бірақ оған онша акцентіміздің арқасында елдер мән бермейді. Мынау жақсы сөйлейді екен дейді ғой. Одан кейін бағана айтып жатсыз, тыңдау керек. Сол тыңдау керек, музыканың пайдасы сол жерде. Өйткені музыкада тыңдау арқылы келеді. Орысша айтқанда сұрайды ғой, музыка мектепке барғанда нең бар ма, тыңдауың бар ма, слух бар ма деп айтады. Ести аласың ба деп айтады. Мен сол Backstreet Boys тыңдаған кезде, анау жаттау үшін былай тыңдайсың ғой енді. Сол кезде, мысалы бізде this is дейді ғой. Бірақ анау британдық қой олардікі, қателеспесем. This is анау әге ұқсайтын бір дыбыс шығады.
сосын that is емес that is деп ана т р болып кетеді, Иә, бірақ иә. оның барлығын музыкамен тез үйренесің да негізі. Мен мұғалімдермен талай қырылысқам. Қайтып келіп мектепке келесің, мектепте ол кісі айтады, дұрыс емес дейді, өйткені біздіге келген ағылшынша негізі Британияны ұстады ғой, бізде қазақша стандарт ретінде. Ал біз тыңдайтын бәрі американікі. Иә. Жай ғана американ емес, американың ең нашар кедей райондарынан келген тілді дұрыс білмейтін, бәрін қате сөйлейтін, сленгтен тұрған тіл үйреніп алғанбыз. Сонымен соны қолданып мен мұғаліммен мысалы үшін сөйтіп ұрысып жүрмін да, жоқ осылай айтады Америкада. Қойса ол кісі жоқ. Сөйтіп бір мектепте 3 алып жүрген мен. Одан кейін басқа мектептерге барған кезде оны түсінетін кісілер байқап бағамды көтеріп қойып жүрді. Бірақ шетелге оқуға кеттім, 16 жасында Қытайға бара салдым-дағы бір айдың ішінде ғой деймін. Бәрі өзінің орнына түсе қалды. Бір класста мысалы үшін қанша 10 неше мемлекеттен келген мұғалім саған қытайша түсіндіре алмайды, мұғалім тек қана ағылшынша түсіндіреді, бәріне ортақ тіл ғой енді ағылшынша. Сол кезде маған шетелде жүрген адамдар айтатын, thank you емес, thank you деп айтасың деп. Сонда мен соншама жыл thank you, this is деп жүрген ғой. Соны әрең кетірді. Дәке, сіз енді мысалы Италияға баруыңыз өте бала кезде еді ғой негізі, 14 жасым ғой енді. 14 жасыңызда. Сіз қашан алғаш рет шетелге шықтыңыз, Айдеке? Алғаш рет шетелге 15-16, иә. Мен 16-мда шықтым алғаш рет Жапонияға. 16-17 шамамен. Сіз Италияға барып келіпсіз 14-іңізде. Кәдімгідей терең не беретін шығар, иә? Әрине. Әсер. Оның үстінде Италия ойлашы. Италия алғашқы махаббатым деп айтамын. Мен кейін итальян тіліне оралдым, бірақ әлі де ойымда бар ол тілді меңгеру. Әйеліңіз қазақ па? Жақсы сұрақ қойдыңыз. Мен әйелімді итальянка деп айтамын. Иә, мен айтпақшы осы сұрақ болған. Неге? Өйткені енді мен әйелім енді Монғолиядан көшіп келген қазақтар ғой. Оларда сол Керей деген ру бар. Керейдің ішінде Ителі деген ел бар да. Сөйтіп олар өзара Ителі дегенді Италия дейді, итальянка, итальянец. Сонымен мен өтірік болмайды да мен кенді. Итальянка деп айтуымша. Ана ниетіңе қарай береді ғой. Ниетіңіздің несі ана толығымен жетпей қалған ғой. Ана тілеген тілек толық айтылу керек та. Құдайға барған кезде мына Керейдің ішіндегі итальяндық деп сықпалды мүмкін. Сықпалды ғой. Сонымен мен енді Италияның былайша айтқанда музыкасы сұлулықтың символы деп ойлаймын. Жалпы ол елді, жалпы әдемілік деген нәрсе есіме түседі. Тілі де оңай ғой негізі. Үлкен кісілер қандай әдемі. Біз әйелім екеуміздің ең жақсы көретін мемлекет Италия, сол неде, Европада. Ешқашан ішім суспайды. Қашан барғың келе береді, барсың келе береді. Сондай ел, мен Римда болдым, Милан, Венеция, сосын Флоренция, әр қаласы әртүрлі да, өзінше сұлу. Енді күшті ел, эмоциясы да бар, басқасы да бар. Маған итальян сол алғашқы айтады ғой. Ең алғашқы қазақта бір сөз бар ғой, келіннің бетін кім ашса сол ыстық деген. Ол негізі мақал емес, мәтел сияқты. Яғни әдетте сенің алғашқы саған сондай бір әсер сыйлаған ел, әсер сыйлаған жер саған әрдайым ыстық бола береді. First impression. Қай жақтан да сол ғой. Біріншіге мән беру керек. Сіз алғаш рет Қытайға шықтыңыз? Қытайға бардым, иә. Пекинге бардым. Қытайға барғаныңыз ерекше қызық болып тұр, өйткені қазір қытайша судайсыз. Сіздің мысалы қытайша сөйлегеніңізді мен естідім. Сенің қытайша сөйлегенді көрдім. Паркта бір-екі қытайдың басын айрандырып жүрсің ғой. Өтірік қытайша. Жоқ, акценттің пайдасы ғой сол. Нормально. Копиялап аласың, болды ғой, иә. Жақсы. Өзің білесің ғой, біздің метод қой тіл үйрену. Мәкеңдікі китайский ғой. Иә, Пекинға бардым бірінші рет барып, соны мен таңғалып қаланы көріп, соны қайтып келсем, әкем айтады, машина алып берейін ба, жоқ Қытайға оқуға барасың ба дейді. Ары ойланып бер, машина алып бер десем, қалжың айтамын, Қытайға ақымақ, сен адам сияқты жауап бере ма десем дейді. Сонымен Қытайға жіберді, бірақ Аллаға шүкір, өте соған қуаныштымын Қытайға жібергенде. Бара салғанда кішкене қиналдым дағы, артынан кейін екінші, үшінші жылдан кейін негізінен келім келген жоқ.
демалыстарда шетелге шығуды бастадым одан да. Иә. Қытайдан ары қарай Малайзияға, анау мына көрші елдерге. Соның арқасында қазір Қытаймен мысалы кәсібіңіз бар деген сияқты, иә. Қытайдың бас қатты дейді ғой, сол кезде бар ғой. Негізі мен грант алғам ғой, грантпен кеткен болатын. Бірінші жыл гранттан айырылып қалдым, күнде қаңғырып, сабаққа бармай, сыртта жүріп, сонымен бірінші жылдан кейін гранттан айырылдым. Сонымен жылап еңіреп, ақшам төлеп бер деп, әкем оқу төледі, бірінші жыл төледі, сонымен екінші жылдан бастап жұмыс істедім қосымша. Сондағы Қытайдың ойы шетелдік әрбір елге квота береді ғой, қанша мың оқушыдан. Бұлар мында келеді, оқиды, Қытай бәрін төлеп береді. Ай сайын ақшасына береді, бәрі тегін, жататын тегін, оқу тегін. Бірақ бұл адамдар кейін Қытайдың экономикасының өсуіне үлес қосады. Соны айналып келген кезде қазір мінекей стратегия ма, масқара. Амал жоқ. Мысалы үшін менің жұмысым бәрі Қытаймен ғана байланысты. Иә, күшті. Тіліне, мәдениетіне байлайды дейсіз. Менде Жапониямен де тура сондай жағдай болды. Жаңағы 16 жасымда мен ешқайда шықпағанмын ғой енді. Ысықкөлден басқа енді көрмедік та басқа жерді. Сөйтіп ата-анам әйтеуір қолдап Жапонияға оқуға түс, осылай деп ақшасын да төлеп өздері шетелге шықтық. Алғаш рет Жапония, ойлаңызшы, андай ғой. Қазақстан және Жапония. Мен ана жақта, мен өзім андай қатты таңғалатын адам емеспін негізі. Бүйтіп жүріп, аузымды ашып қойып жүретін адам емеспін. Бірақ алғаш 1 ай, 2 ай мен басым айналып түсте жүрген сияқты боламын. Басқа планета сияқты. Иә. Анаған таңғаламын, маған таңғаламын, көзім бүйтіп мен негізі ондай адам емеспін. Бірақ аттан түссем де аяғым зөңгіден түсірмейді дейсің ғой. Сондай болды да шынымен. Сөйтіп алғашқы 2 ай қайда жүргенімді, не істеп жүргенімді бір адаптация кәдімгідей болды. Мен ол кезде андай бір сөз бар ғой, мәдени шок деген, культурный шок. Соған қатты сенбейтін негізі. Бірақ Жапонияға барған кезімде көзім жетті да. Жапон тілін білетін бе ол кезде? Аздап білгем. Әуежайда жазулар түсініп болды ма? Иә, аздап білдім, бірақ қатты көмектесті деп айта алмаймын. Сол жерде жүріп дамыттық қой жапон тілін, шынымен. Андай бір тілдер бар да, мысалы Айдеке жақсы білетін шығарсыз. Қытай тілі андай ғой. Сенің айналаңда болмаса, дамыту өте қиын. Негізінен пайдасы жоқ оқудың осы. Иә, андай ханжи ма қалай? Иероглифтер. Хуанжин. Бізде канжи дейді да, мысалы жапон тілі. Неме, айнала ма? Айнала да. Өйткені сенің көзіңе түсіп тұрмаса былай күнделікті, сен жаттай алмайсың ананың бәрі. Қанша жердің жазып отыр. Сен дүкенге кіресің, біреу саған ойбай шетелдік екен деп ешкім сөйлемейді. Иә. Қайда барсаң да бір шетелше, ағылшынша бірдеме жазып қойса болады ғой. Шетелге барсаң, Италияда сол ғой, өзінің тілін ғана жазады. Біз ғана әйтеуір жыртылып 3 тілде жазып, осылар адасып қалмасыншы байқұстар деп соны ойлап жүреміз да. Шетел оған батысын қатырмайды. Қарның ашты ма, ана жейсің таяқпен тамақты. Қарның ашса. Одан кейін Жапонда да сондай шығар, менюларында кезінде сурет жоқ қой. Иә. Жазу ғана тұрады. Ана жазуды тамақ жеген кезде оқисың. Мәселе сол. Иә. Жаның рахаты керек бол, өмірің рахат болсын десең, тіл үйрен. Ешкім сен артынан былай мәпелеп, ойбай шетелдік екенсің дейтін ондай. Соны түсіндім. Одан кейін шетелде жүріп Қазақстанның талай, Қазақстан қазір Аллаға шүкір кәдімгідей өсті ғой. Халықаралық дәрежеде кішкене қазір біраз абыройымыз да бар. Шетелге барсаң, бұрын ешкім танымайтын еді ғой Қазақстанды айтсам. Иә, ауыр. Қазір бәрі таниды. Біз оқып жүрген кезде кейбір біздің елшілікте істейтін қазақтармен Пекинда түнгі клубтың нелері, күзетшілермен төбелестерін көргенбіз. Ерегесіп тұрған төбелес емес. Ал мен елшіліктікімін дейді. Қай жердің елшілігісің десе, Қазақстандікі дейді. Сөйтсе, мынау Қытай дейді, бізге бәрібір дейді. Сенікіндей ұсақ-түйек мемлекеттер ешқандай бетің жоқ маған әңгіме айтатын. Сондай нәрселерді көрдік. Сол кезде де ойланып қалады екенсің, ана паспорттың бірінші парағын ашсаң, бұл паспорттың иесі біздің қорғаудың астында деп ең соңында жазылып тұр ғой паспорт. Қаншалықты қорғай алады, қорғамайды, соны күмәнданып өстік қой. Енді өзіміз жамандауға болады. Біз жаман жерін айтпасақ, жаман айтпай жақсы жоқ. Бірақ енді шетелдіктер айтса, бетіміз тыртысып, намысымыз ұстап, тіл тигізбейміз, енді амал жоқ. Бірақ енді өзіміз айтатын нәрсені айту керек. Дәке, сіз мысалы енді Италияда болдыңыз. Қалай әсер етті сізге? Мысалы, одан кейін бір итальян тілін үйреніп бастағандай болдыңыз ғой? Мен бірден үйренген жоқпын. Ол бірақ қалады екен өмір бойы. Ағылшын тілін үйрендім. Біз енді итальяндармен де ағылшынша сөйлестік қой. Өзің білетін нәрсеңді қолдану. Мектеп программасы болды, Мектеп программасында ағылшын ғой сол? Жоқ, Италияға бару. Ол енді Италия мектеп программасы дегенде
бізде ауданнан әр жыл сайын өзі бір Алматыдан 20, Астанадан 20 оқушыны Ajib деген компания, италиялық Eni ғой деймін, Ajib Eni. Солар андай бір мемлекетке бір енді олар пайда көріп жатыр ғой, сондай бір әлеуметтік бір жобасы болған сияқты. Сіздердің еліңіздің оқушыларын біз өзімізге демалдырайық деп. Сөйтіп ана бір ауданның, қаланың бір тізіміне ілініп кеткенбіз ғой, жетістіктеріміз арқылы. Сөйтіп барғанда, сөйтіп барып қайттық енді. Ол бірақ бағанадай өзгеріске әсер етті ғой, жеке дамуға деген сияқты. Біз қазір қанша жерден оқушы іні қарындастарымызға дамы кейін керек болады, оны түсінбейді адам көрмейінше. Оны көрсету керек. Білмеймін енді, бір шетелге қазір алыс жақын Дубайға, Таиланд, Вьетнамдарға апару қатты қымбат емес болуы мүмкін ғой. Есесіне ол мысалы ана жерде өзіне сөйлеткізесің ресепшнмен. Түркияға ең болмағанда көбі сондай ғой. Бірақ мен ағылшын тіліме ол қатты әсер етті. Ағылшын тілін қолға алуыма. Мен шетелде оқимын деген мақсат сол кезде пайда болды. Бір көргеннен кейін. Кейін итальян тіліне мен қашан қайттан оралдым. Италияға мен екінші рет бардым ғой, 2019 жылы бардым. Досыммен бірге Батыс Еуропаны аралаған кезде, Венеция, бағана сол кезде мен мынандай нәрсе түсіндім да, бұл итальян тілі, мынандай логика болды менде. Мен көп тіл үйренгім келеді, өйткені білем, қанша тіл білсең, сонша адамсың. Итальян тілін неге таңдадым дегенде, дамыту ретінде біріншіден сезініп көргем, екіншіден ол латын тілінің тікелей ұрпағы. Итальян үйренсең, испан, француз, роман тіл тобына оңай кіре аласың. Мысалы, маған француз тілі қиын көрінеді қазір. Бірақ итальян арқылы оңай болады. Екіншіден мен ойладым, адамға тілмен бірге мінезе жоғады дегенге сенемін мен. Сол тілдің, сол ұлттың, әр ұлт жаман ұлт болмайды негізі. Әр ұлттың өзінің бір мінезі болады, ол оның тілінде отырады. Мен итальяндықтардан сол сән, сұлулық, сосын эмоционалдық деген нәрселерді үйренгім келді да. Тіл арқылы келетін сөзсіз ғой. Сондай ниеттермен бір бастағанымыз есімде, бірақ бәрде бағанадай не керек? Орта керек. Енді басымдық беріп жатқан жоқ маған, бірақ тек қана полиглоттар түсінетін нәрсе ғой. Бағана тілмен мінез. Оны маған мен әйелім айтқан, сен әртүрлі тілде сөйлегенде нең өзгереді. Сіздерде видео бар емес пе сондай, инстада? Әйеліңіз бүйтіп видеоны көрсетіп. Маған соған құлаған ғой, тіл біледі деп қалжың айтып, ақымақ. Ол кезде қалтада бір тиын жоқ. Мысалы үшін жоқ, шынымен бағана сіз айтқандай түрікше сөйлеген кезде сен түрік болып кетесің. Түріктің сауда істейтін қулығы да бірге еріп кетеді тілмен бірге. Рас, нақ соны қытайша сөйлегенде мен де бірақ Қытай болып соның мәдениетін бәрін, соның солардың бірге өмір сүріп жатқандай сол ойлайсың. Қызық, оны көп ұзақ болды ойламалы, қазір айтып есіме түсіп отыр, шын емес қой. Мысалы, біреу айтады ғой қазір, не үшін тіл үйренемін дейді да, шет тілін. Қазір андай түрлі аудармашылар бар ғой, бірден аударып береді. Сен мақсатыңа жетесің, саудаңды жүргізесің, бірақ мына нәрсені саған ешқандай құрал, ешқандай жасанды интеллект бере алмайды. Басқа қанша тіл білесің, сонша адамсың ғой. Яғни, мысалы, сен 9 тіл білсең, өзің қысқа ғұмырда сен 9 түрлі адам болып көресің. Керемет қой. Ауру бар ғой сондай ішіндегі. Миллиган деген. Неше түрлі адам өмір сүреді бір дененің ішінде. Жоқ, сонда мен ағылшынша сөйлегенде, мысалы үшін біздің ана түсірілімдерде бәрін айтып отырмын ғой, мен мына қазақтың денесінде тұрып қалған қара жігітпін негізі. Мен солай сезінемін, мен тура солай сезінемін да. Осы Кубадан Америкаға көшіп барған, бірақ қара нәсілді сондай. Әйелімде сол бір содан көшіп келген, бір жерден бір латинмен қатысы бар, сондай нәрсе. Ағылшынша сөйлегенде әсіресе солай түсінемін. Солардың қалжыңы жақынырақ. Мысалы, кішкене ақтарды онша жақсы көрмей қаламын, ағылшынша сөйлеп оқыған кезде. Онда ешқандай ақтар жақтырмайтын нәрсе жоқ. Сол үшін қара футболка киіп жүресіз. Өзіңізде қарайып барасыздар. Сондай қазақша сөйлесең, бір боғауыз айтқың келмейді. Қашан қазақша сөйлей бастаймын, біреуге осы бір дұрыс нәрсе айтқың кеп, ақыл айтқың кеп, өсиет айтқың кеп, өзіңді бір анау намысың көтеріліп, кішкене есіңді жиып, кім екеніңді еске алып қаласың. Қазақша сөйлесең солай. Аттың үстінде отырған сиясыз ба? Кейбір балаларға қазақша сөйлесе, бірінші боғауыз шығады. Сондай ғой? Енді ортасына қарай. Машинада жүрген терезеңді түсірсең, анау төмен жақта барып сонымен. Жақында бір естисің, соның терезенің жағасында. Қой.
жогору жакка адамзаттардын арасында бар енді качып кетесиң. Жок, соны Алматы, бірақ кичкентай гана Алматы, бірақ адамдардын өмүрү нече түрлүү бир башка планетада өмүр сүрүп аткан сыяктуу. Вакуумдар Сен биздин баратын жерлерде карайсың, баары мәдениет керемет. Алматы кимге жакпайт, несине жакпайт деп жаңалыкка кирсең, быт-чыттын баары Алматыда болуп жаткан. Мен біз енді көп сөз қолданады ғой, қазақ тілінің мәртебесі басқа деп. Мен оны түсінгенім, бір өзім тапқан жауабым, қазақ тілінің мәртебесі ол қазақша сөйлейтін адамдардың мәртебесі ғой. Мысалы, қазақ тілі ол құрал ғой. Мысалы, мен өте қандай әдемі мына жерде интеллектуалдық әңгіме өрбіп жатыр да. Біз таза қазақ тілінде сөйлесіп жатырмыз. Бұл да бір үлгі деп ойлаймын. Тырысып жатырмыз. Мысалы, вирустық орыс терминдер кіріп алады, бірақ амал жоқ. Бірақ оны да бір икемдеуде әбестік жоқ сияқты. Мысалы, кейбір сөзді аласың да өз тіліңе икемдеп айта бересің. Мысалы, термин жасандылық жоқ та. Сырттан келген термин амал жоқ. Оны істетеміз. Интернет болсын. Мысалы, уже дегенде өже деп айтып кеткен сияқты. Ешқандай мен мысалы уже деген сөзді кәмпит дегендей ма? Кәмпит, кереует, самаурын деген сияқты әдемі бізде бар ғой ондай, жалпы өзіміздің тәжірибемізде жалпақ әдемі естіледі. Әдемілеп. Сол сияқты мысалы, уже дегенде әлде қашан деп аударады кейбір. Арабшаның бәрінде өзгертіп тастадыңыз өзімізге. Юсуфтың бәрін Жүсіп қылып мысал үшін көп қой. Бейімдей саласың да, ол бейімдеу де өнер ғой. Оны келтіре білу қиын негізі. Бастысы ол бір құрал ғой, ол еркін қолдану керек ол құралды. Мақсатына жетсем болды ғой. Сіз мысалы Дәке, енді мысалы кітап авторы дедік, кітаптарыңызда да осы тіл үйренуге қатысты жиі тоқтайсыз ғой, жалпы лайфхактардың өзінде. IELTS-қа да біраз IELTS жайлы айттыңыз, тіл үйрену жайлы айттыңыз. Андай бір кейстер болды ма мысалы өміріңізде, тіл сізге шынымен өміріңізге бір қажет болып қалған кездер? Осы жерде шынымен керек деген сәттер болды ма? Жақсы сұрақ. Мен сол білмейтін тілің керек болды деген сәт па? Білмейтін немесе біліп тұрып, Құдайға шүкір. Құдайға шүкір, күшті болды. Мен ең алғаш университетте оқып жүрген кезде IELTS-ты сол кезде тапсырдым, 4-ші курста. 7,5 алдым ол кезде. Сөйтіп, бәрі дайын енді. Сөйтіп, резюме тастай бастаймын. Сөйтіп, бір стартап қазақстандық IT компанияға кірдім. Бір аптадан кейін ол компания бір жоба жүзеге асыру керек екен. Бірақ сол бағанағы темір-терсек қоны, сетевое оборудование дейді ғой, соны Қазақстан қалаларын орнату керек. Сол бағанағы вендор, соны жасап шығарушы темір-терсекті талап қояды. Сендердің соны қоятын қызметкерлерің осындай да осындай оқудан өту керек. Сөйтіп, бізде 2 ұсыныс түсті. Мен ойлашы, университет бітірген жас маман, бір апта жүрмін. Сосын айтады, Финляндия, Малайзия, қайда оқисың деді. Финляндияға виза қиын болды да, мені Малайзияға жіберді. Сөйтіп мен Малайзияда компания есебінен бір-ақ апта жұмысқа шыққан маман ағылшын тілін білетіндіктен ағылшын тілінде оқыдым. Сосын мен шүкір дедім, өйткені мен ойлашы, тіл білмесем, ана жерде біріншіден ондай мүмкіндіктен айырылатын едім. Екіншіден, енді карьерамда олай тез өспейтін еді. Сөйтіп оқып келдім Малайзияда. Барлығы компанияның есебінен. Сол жақтан оқып келіп, сол оқыған білімді, ағылшын тілінде алған білімді бірден жүзеге асырдым. Өйткені бізде анау сол нені темір-терсекті тілін үйретеді, қалай қою керек, қалай орнату керек деп. Сонымен сол кезде мен шүкір дедім. Сосын тағы бір шүкір дегенім мынандай болды. Мен неміс тілінде үйренгем. Бір қызығы, мен неміс тілін не үшін үйрендім? Мен 25 жасымда бір IT-ден жалығып, өзімше бір іштей бір мейірімділігім оянып, мен дәрігер болам деген бір кішкентай кезінде мақсатым болған, мен дәрігер болам деген. Сөйтіп қарадым да, бірақ Қазақстанда оқығым келмейді. 25 жасымда. Сөйтіп есептедім мен. Қарап бәрін зерттедім. Германияда 6 жыл оқиды екен. Химия, биология, неміс тілінен емтихан тапсырсаң, тегін оқисың медицинаны. Сосын бөлек стипендиялар бар. Маған сол бірінші жылғы фаундейшнға жетсе болды деген бір ақшаларым болған. Сөйтіп мен неміс тілін үйрене бастадым. Бірақ өзім әлі IT саласында жүрмін.
бірақ түп қойып есептеп тастағам ғой, 32 жаста мен келем, 33 жаста мына жақта медик болып жүремін деген сияқты. Білмеймін қандай келген ой, бірақ неміс тілі үлкен бір мүмкіндік ашатын біліп тұрмын, және ол мүмкін екен көріп тұрмын. Егер қазір сондай бір медиктар болса, бізді көріп отқан болашақ, сондай да мүмкіндік бар негізі. Өйткені мен Германияны медицинасы дамыған ел деп қабылдайтынмын да. Германияны өзі ұнайды, өзі тәртіп, тазалық деген нәрселер. Сөйтіп неміс тілін үйрене бастадым Петровпен. 16 сабағын көріп, сөйтсем бір қатты қиын емес екен, ағылшыншаға ұқсайды екен. Сөйтіп үйреніп жүрдім. Енді Петровтың деңгейі белгілі ғой. Сол бір базовый бір несі түсінікті каркас тілдің. Сөйтіп жүрген кезде бізге магистратурадан ұсыныс түсті. Магистратураның екінші курсында Германияда тағылымдамадан өту, практика. Келісіп кеттім. Қызық, тіл үйрене сен өзің өзгере бастадың, айналаң өзгере бастайды. Сөйтіп келдік, бізді Германияның андай жеріне апарды. Мюнхеннің ауылы ғой, Амберг деген. Ол жерде үлкен қалалардың өзінде ағылшын тілін мойындамайды. Ана жерде үлкен кісілер да ағылшын тілін, жастар біледі ағылшын тілін. Ана жерде бәрі немісше, ауыл ғой енді ол. Таза немістің ауылы. Сөйтіп біз бір ауылда, үлкен кісілер тұратын ауылда. Ол ағылшын тілін білмейді олар. Сөйтіп біз орналасқан үйде 2 этаж үй, астында хозяйкасы, неміс апа. Үстінде біз, ол да білмейді ағылшынша. Біз 3 жігіт болып тұрдық бірге. Мен сол кезде Петровқа рахмет айттым ғой. Қалып қалған нәрселер бірден аз білем тілді, бірақ сол жерде керек болды да. Әйтпесе адасатын еді, біз не интернет жоқ ана жерде. Ми архивтан бәрін шығарды. Стресс кезінде шығып, сонымен мен сол кезде шүкір деген моменттер. Енді білмей қалған кездер есіме түспей тұр енді. Көп жағдайда білген жағдайлар болып тұр ғой. Маған әдеке сіздің де кейсіңіз қызық. Неге? Өйткені сіз мысалы Қытаймен жұмыс істейсіз, оған қоса Түркиямен де жұмыс істейсіз да? Араб әмірлігімен мысалы. Бірақ түркішеңіз де солай. Мен көрдім енді біраз түріктермен де, білмеймін, не істеп жүргеніңізді, бірақ енді сөйлесесіз арасында. Түрік тілін қалай меңгеріп жүрсіз мысалы? Сериал. Оқуға түсеміз, қасымда 2 түрік бала келеді. Үшеуміз бірге тұрамыз. Одан кейін тағы да 3-ші түрік бала бар. Сонымен мен айтамын, мал жігіттер кешкісін бірдеме көрейік. Бәрің оқушысың, студентсің, қылатын ештеңке жоқ. Бір нәрсе көрейік деп, сонымен дауыс береміз. Ағылшынша көрейік деп мен айтамын. Ана үшеуі түрікше көреміз деп. Сонымен Құдайдың құтты күні әйтеуір күнде жатарда сериал, кино бәрі түріктікі. Топ-тура 3 ай көрдік қой. Топ-тура 3 ай көрдік. Сонымен балконға темекі шегуге шықты балалар. Төртеуміз тұрмыз, әңгімелесіп тұрмыз. Мен түрікше сөйлеп тұрмын ғой. Ешкім байқап тұрған жоқ. Мен түрікше әңгіме айтып тұрмын, бұлар маған қарап қойды, өзара сөйлейді, маған қарап қойды, жауап береді. Сонымен біраздан кейін Юнус Эмре дейтін жігіт тоқтатты. Әкең сен түрікше сөйлеп тұрсың ғой дейді. Сол айттым, кім ақымақ болды енді. Сендер ағылшынша әлі үйренген жоқсыңдар дедім. Сендердің қасында жүріп мен үйреніп алдым. Содан мен шығып Кениядан кейін бір баламен басқа бөлмеге тұрдым. Мен сондай кішкене андай эгоизм бар енді. Керекті нәрсені алып, сендер үйренетін бәрін үйреніп болғаннан кейін тастап кетемін, амал жоқ. Басқа уровеньге келесіге амал жоқ енді. Менен саған пайда жоқ, сенен маған пайда жоқ. Екеуміз енді лақтыру емес, достығың жалғаса береді ғой, доссың, бірақ бір-бірімізді не рухани, не спорт, не ақша табуға итерлемесек, менің миым автоматты түрде бұл адамды басқа тізімге кіргізіп тастайды. Таныс жай категорияға кіріп кетеді. Амал жоқ енді, сол қазірде сондай өкінішке орай. Сізге сериалдар ұнады ма? Ұнады, ұнады. Біз нені көрдік қой, Күртлар вадисін көрдік, Көкжалдар мекенін. Одан кейін негізінен көп комедия көретін. Неше түрлі комедия, боқтаудың бәрін содан үйрендік. Артынан кейін менің үйренген түрікшем, бұлардың ауызекі сөзін үйрендім. Одан кейін барып оқуды үйрендім. Одан кейін барып жазуды үйрендім. Сонымен мен істеп жүрген талай жаргондар негізі жақсы жаргон емес екенін түсіндім. Сіз жалпы қара жолмен үйренедік екенсіз? Бәрін қара жолмен. Сол қара жолмен. Бағанағы негізі қара болып туылатын адам болғаннан кейін амал жоқ. Табиғат тартып. Кәсібіңіз черный емес шығар? Жоқ, кәсіп таза. Сұрлау кішкене. Аралас
ана сол кездер алажып бар ғой, сол сияқты кішкене амал жоқ. Енді өмірде сондай болғаннан кейін сауда, иә. Бірақ бағана сіз дейтіндей Не сияқты ма? Продаем банан. Нет ли банан? 2000 неше 2009-2009-дан бастап жұмыс істедім ғой деймін, аудармашы болып. Әйтеуір біраз өмірім аудармашы болып өтті. Қазақстаннан не өтті ғой, Азияда, есіңде ме? Қыстық 2010-11 Алматы, Астанада. Сонда Қытай телеканалымен бірге 361 деген, мында Қытайдың телеканалы, мында 361 деп жазылып тұрады, спорт киімдері. Сол спорт киімдері мен жұмыс қалған осы Азиядағы аудармашы болуға. Соларға аудармашы болдым. Әйтеуір аудармашы болып негізі көп жұмыс істедім. Сонда ашуланатын жиі. Өйткені аудармашы болып отырған кезде айтам, мен осынша тілдің бәрін не үшін үйрендім? Біреудің жұмысын жүргізу үшін үйрендім ба? Өйткені үйге қайтып келесің, қатты шаршайтынмын аудармашы жұмыс істеген кезде. Мысалы үшін мында бір кәсіпкер, мында Қытай кәсіпкер, мында қазақ кәсіпкер. Сонымен бұл екеуі арасында келісе алмай отырады да. Мына қазақтың кәсіпкері айтады: Айдос, сен мына біреуге айт, мына битпесін, миым шіртпесін, былай істесін, анау істесін деп, маған ана бүкіл негативтің бәрін мен жұтып аламын да. Бірақ сіз оған тікелей аудармайсыз ғой. Сүзгіден өткіземін дағы фильтр болып Қытайға жұмыс тартып айтасыз. Өйткені мен бұның мәдениетін мен білем. Не айтуын білем, бұған қате айтсаң, қазір бұл жұмыс жүрмейтінін білем. Одан кейін жаман аудармашы болып шығасың. Аудармашылардың несі сол ғой негізі. Мен мынаған дұрыстап түсіндіріп берем. Сонымен мынау ашуланады, мынау негативін маған құяды, мен оны да жұтып алам, одан кейін қазаққа фильтрден өткізіп дұрысын айтып берем. Екеуі ұрысып қалмаса екен, әйтеуір дұрыс болса екен бәрі деп. Әлемдегі соғыстар аудармашылар үшін болған дейді ғой. Сонымен талай соғыстың бәрі сөйтіп кетті ғой, аудармашы мен әйелдердің арқасында. Үйге барасың, жуынып жайынып болып жатасың, анау біртүрлі ауыр қиналып жатасың да. Анау шыққан жоқ қой, олар шығаратын шығарып алды. Одан кейін оның үстінде тамақтың үстінде отырамыз оны. Анау айтатын айтып отыр, мынау тамақ соғып отыр. Сіз тамақтамайсыз. Түскі тамақ уақыты. Мынау жұтып болады да, мынау жей бастаған кезде екіншісі сөйлей бастады, мен әлі жей алмай отырмын. Сонымен уақытымыз аз қалды, 5-10 минут қалған кезде, ой, Айдос, сен тамақ жемесің ғой, тезірек жеп ал дейді. Сонымен 1-2 қасық жесең жедің, жемегенің сонда мен бірнеше жыл уақытым кетті. Соны ойлайтынмын, мен не үшін армандайтынмын. Анау кейбір киноларды көрсең, әсіресе мына Джеймс Бондтың киноларында анау Джеймс Бондқа қарсы жаман жағы бар ғой. Соның бір бастықтары бір керемет, негізі солар жаман қылып көрсеткенімен негізі мықты адамдар ғой. Өте несі дисциплинасы жоғары, тәртібі жоғары, темекі арақ ішпейді, 9 тіл біледі, таң атпас таң сағат 4-те бір немесе спортпен шұғылданып жатқан. Кино бар еді ғой, Тарантиноның «Бесславные ублюдки». Соның ішінде неміс фашист кісі бар ғой, негізі өте ақылды кісі ғой. Ол кісі былай өзінің рас өмірінде де керемет мықты адам. Сонда ойлайтын, мен қашан мен бұл тілдің бәрін сонда өзім айтатым ғой. Бір мүмкіншілігім келсінші, сонда мен аудармашы болып жұмыс істемеймін. Өзім дамып, көтеріліп, бір кәсіпкер болам. Тілдерімді қажетіме жұмсайын. Ол тек қана мен үшін ғана қажеті бар тіл болу керек. Тек қана мен жұмсау керекпін. Қазір соның арқасында шетелге шығып келіп жүрсің ғой, ешқандай қиыншылық жоқ. Қайда барсаң да өз үйіңе барғанда жүре береміз. Сондай жағдайлар болған. Сіз қанша тіл білесіз қазір? Қазір 5 толығын білем. Егер де енді ұйғырша, өзбекшені қоссақ 7-8-ге кетеді. Сонымен итальяншаны қоссақ, ол да бар. Сізде барлығы, былай байқауымша, практикаға негізделген екен, яғни. Керек емес деп. Хобби деген жоқ сияқты. Сізде таза қолданатын болған соң үйренетін сияқтысыз да? Хоббиім демалу, хоббиім негізінен ештеңе істемеу. Менде ол бір-екі шыбыны бар бөлме болса, ең жақсы. Соларға қарап жатқан жақсы көремін. Қазір шыбындар да қалмады ғой бізде. Менде хобби мысалы. Екі түрлі тіл үйренуге деген көзқарас. Мысалы сізде андай тірі сияқты көрінеді да. Жанды бір нәрсе қозғалып жатқан сияқты да бұл кісінің тілдері. Менікі андай хобби деген хобби ғой енді, бір не сияқты, бір қызығушылық. Кішкентай статуэтканы қойып қойған сияқты да. Итальян тілін білемін деп қоясың. Бірақ мен де қызығам, яғни қолданылмайтын тіл, ол шынымен де ол да бір өлі тіл. Мысалы бізде жалпы тарихта жалпы қолданылмай кеткен өлі тілдер деген түсінік бар ғой. Дәл сол сияқты сенің жағдайында итальян тілі өлі тіл, өйткені сен оны қолданбайсың. Өліп жатыр да мына жерде. Жазда 1-2 рет қана қолданамыз барған кезде. Онда да 2 кофе әкел, пицца әкел, 1 пицца, 1 анау, 2 анау. Содан басқа негізінен қолданбайсың. Өзің машинада жүресің.
Италияға барғанда кім негізінен ешкім көрмейміз. Билет алғанға барсаң да сол негізі итальян тілі бір керемет оңай тілдердің бірі ғой. Испанша, итальянша, бір-екі күннен кейін ақ сөзінің басталуы мен аяғын біліп аласың да, сонымен кімге сөйлеп тұрғаныңа қарай ары бері бұрып ойнай бересің. Тим Феррис бар ғой, 4 сағаттық жұмыс аптасы деген кітапты жазған. Сол кісі бір күшті нәрсе айтатын. Мен әр елге барған кезде дейді, ол көбінесе бір елде кемінде 1 ай өткізеді. Мен мынандай мақсат қоямын дейді. Мен сол елде бір қабілетті үйренем сол ортада дейді. Мысалы, Аргентинаға бардым деді. Мен сальсаны үйренем деп бардым деді. Қызығы, ол сальсаны үйренетін топ бар ғой, олармен испанша сөйлеседі. Яғни тіл курсына бөлек бармайды. Ол былайша айтқанда сол ортаға сол қабілетті үйрену үшін кіре салады да, автоматты түрде бонуспен тілді үйреніп алады. Мысалы, сол сияқты ол мысалы Швейцарияға бару мүмкін, шаңғы үйренем деп барады, бірақ ана жерде енді Франция немесе неміс тілін үйреніп алады. Менің ойымша бұл өте бір күшті уақыт өткізу сияқты. Дұрыс айтасыз. Қытайға барасың, жай бармайсың, демалып қайтуға болады Қытайға, бірақ Қытайда мен не үйренуге болады Қытайда? Мысалы, қазір мысалы үшін Инстаграмда көрсеңіз, Қытаймен сауда істейтін жігіттер көп қой. Біреуіз қытайша білмейтін жігіттер. Бәрі өздері жалғыз болып Гуанчжоуға ары бері барып алады да, бүкіл заводты аралап, амандасуын, рахмет айтуын, өзінің товарының аты жөнін, таксиға айтатын, қонақ үйге айтатын, ақша айырбастайтын жерге соларды үйреніп алған. Бағанағында айтқандай, өйткені оған керек нәрсе, ол оны үйренем деп үйреніп жүрген жоқ. Ол мие оған беріп тұрған сигнал, біздің мына жерде аман есен жүруімізге, өмір сүруімізге, сенің ақша табуыңа керек нәрсе деп ол қосылып тұрған сигналмен ғана үйреніп жатыр. Бағанағы сіз айтқан өте дұрыс нәрсе. Қытайшаны мысалы үшін біз түнде үйрендік қой негізі. Сабаққа бармайсың, күндіз бойы ұйықтаймын, кешке қаңғырамын, бүкіл Пекиннің тесік-тесігін қаңғыруды үйреніп, Қытай тілін үйреніп алдыңыз ғой. Негізінен мен түнде таниды, күндіз танымайтын адамдар сондай болатын. Қайтадан қара түсті. Түн қара ғой. Бірақ енді мысалы үшін ол түнде қаңғыру жақсы емес, түнде жортқан қасқыр терісінен айырылады дегендей. Оны жастарға айтып тұрған жоқпын. Бірақ енді амал жоқ, өз жерден маған келген плюс сол болды да. Бірақ онда мойындау керек. Мысалы үшін мүмкін сізде, Мадида, бізде талантта болуы мүмкін. Тіл үйренуге қатысты ма? Мысалы үшін бізде елдер ойлауы мүмкін, кейбір кісілер түскеден ұйықтап, түстен кейін ештеңке саусағын бүйте салады дағы ақша тауып жатыр деген. Олар сияқты табиғат берген ондай талантпен жарысу үшін сен бірінші өзіңді деген кәдімгідей дисциплинаны өткізіп, дамытып, өйткені hard work beats talent. Әрқашанда. Таланты барлар оны негізінен көбі бағаламайды. Әлгі неше түрлі бір арақ ішіп кеткен алқаш, неше түрлі бір суретшілер бар, жазушылар бар, бір қолынан жұмыс келетін адамдар қашан алып келсең де тура керемет істеп береді. Мен бірақ мынандай да сөз естідім жақында. Consistency is also talent дейді. Тұрақтылық та талант дейді. Яғни оған мынандай табиғи бағанандай оңай істей салу берілмегенмен тұрақтылық берілген оған. Яғни ол мақсатқа, сол мақсатқа жетеді ол. Бірақ мына кісі сияқты емес, басқаша жетеді. Дұрыс айтасыз, сондай да, демек бұл жерде мен күнде таңертең тұрамын, ештеңе істегім келмейді мысалы үшін. Бірақ барам. Бәрін уақытылы барам, спорт залыма барам, гольфыма барам. Өзімнің ана тобым бар, сигары клубымыз бар, соған да барам. Әйтеуір баскетболыма барам. Ештеңені тастамай, ешқайсысын істегім келмейді қазір. Ештеңе істегім. Ұлымды балабақшаға апаруға да ерінем, бірақ оған мотивация келген кезде ойласың, бәрі дұрыс келе жатыр. Түсінесің, өйткені мотивация білесің ғой, келеді өзі 1-2 күн, 2-3 күн ақ жоқ болады сонымен. Ал мынаны сен тоқтамай істейсің. Бағана ғана осы нәрсені Дәкеңмен айттық. Подкастқа дейін, есіңізде ма? Ана ұзақ мерзімді ойлана алу. Ұзақ мерзімде жоспар құрып, жоба жасай алу. Мысалы, осы подкастымыздың өзі қанша жылдан бері, 3 жылдан бері түсіріліп келе жатыр. Және Айдекең сол кезде айтқан сөзі есімде де. Бұл қазір бізге ештеңе бермейді дейді. Жемісін көрмейміз дейді қазір уақытта. Бірақ уақыт өтумен, жаймен жасай берсек, мысалы, талай жұлдыздарды да шақырамыз, талай адамдарды да шақырамыз. Мен соған сенем. Өйткені мен өзім өте қатты жалқау адаммын да. Мен айтпақшы, қазақша түсіреміз дегеннен кейін ана жолы барып Абай Құнанбаевтың туылған күнде барып Абай жолын сатып алдым. Кімнің мен Әуезов ауданында тұрамын ғой.
бір күні бар ғой ештеңе ойлаған жоқпын. Таңертең тұрдым. Мен негізі мына қазақтың несін, мәдениетін, дәстүрін ұмытпау керек. Соны жақсы түсіну үшін есімде бұрын кім айтып еді маған, абай жолын оқып шықсаң негізі қазақты жақсы түсінесің. Сонымен аламда сатып ала салам, далаға шығам, қоқыс лақтырам, қайтып келе жатсам, тура менің үйімнің қасында Абай бизнес орталығының ашылу салтанаты болып жатыр екен. Соны қарадым, мән берген жоқпын. Сөйтсем ана микрофондағы әйел кісі сөйлеп тұр. Бүгін осындай Абай Құнанбаев атамыздың туылған күнінде Әуезов ауданында Абай айттым, бұл қалай болды сонда? Анау мен өзі кішкене рухани қатты Құдаймен көп араласам да, көп сөйлесем күнде. Сонда белгі ретінде көрдім. Иә, белгі ретінде көрдім, онда дұрыс болған екен. деген сияқты. Бірақ қазір мысалы үшін бүгін ештеңе істеген келмегеннің өзінде де кейін өзіңе рахмет айтасың. Бағанағы консистенция. Шынымен сол. Мен биыл Инстаграмға үстімде киімсіз бірінші рет видео салдым ғой. Өмірімде ешқашан сал көрмеген, өйткені спортпен шұғылданбағанмын мен. Баскетбол ойнадым, анау осы 30-дан асқаннан кейін ғана спорт залға барып бұлшық ет шығарып кішкене. Бұрын мен ол маған келмейді, маған бұйырмаған нәрсе деп ойлайтын. Сонда 3 жыл қазір мына бапкермен бірге жаттығып, жақында ғана айнаның алдынан бүйтіп киім шешіп, айнаның алдынан өтіп барып, басқа бір өтіп кеткенде қайтып келіп қарасам. Менде қашан бұндай дене пайда болған түсінбей, сонда ал 3 жыл өтті, соны ойлашы. 3 жылдан кейін мен жай ғана семіз емес бір жігітке ұқсаймын да. Түсіндіңіз бе? Енді 3-5 жылдың ішінде мен кішкене бұлшық еті дамыған адамға ұқсаймын. Бір парадокс бар ғой. Адам жас кезде асығады, бірақ салыстырмалы түрде Алла ғұмырын ұзақ етсін, ғұмыры әлі алда. Бірақ үлкен кісілерге қарасаң асықпайды. Өйткені былай қарасаң көрер күні аз негізі олардың. Салыстырмалы түрде. Асығу солар керек. Олар асығу керек еді, бірақ керісінше болып жатыр да. Менде де сол қазір бізді жастар тыңдауы мүмкін. Мен жиі айтатын сөз асықпа деймін да. Сіз 30-дан кейін дедіңіз ғой. Менде де сол 30-дан кейін қызығушылықтар пайда болды. Бірақ менде қалып бара жатқан сезім жоқ. Мен сол бірақ 20 жасар жігіттерге, қыздарға қарасаң қалып бара жатырмын. Асығыста мен елдер үйленіп жатыр, балалы болып жатыр, машина алып жатыр, үй алып жатыр, мен әлі жүрмін. Тіл үйреніп жатыр. Мен тұрақтылықтың жақында мынандай түрін байқадым және сол нәрсеге сене бастадым. Жылдарға шаққандағы тұрақтылық деген түсінік бар. Мысалы бізде залға осыдан 14 жыл бұрын бізде бапкеріміз біздің университетте мұғалім болған кісі ғой. Біздің курстастар шақырды, келіңдер жаттайық деп. Сол кезде сол жігіт барған жаттығуға. Мен бармадым ол кезде. Арада 14 жыл өтті. Ол жігіт қазір қоңыр белбеу иесі. Сәл қалды қара белбеу алуға. Мен ақ белбеумін. Бірақ оған қарап көңілім түсіп жатқан жоқ. Сабақ алып жатсыз ғой бұл нәрсе. 14 жыл жігіттен бүгін сөйлестік. Сұрасам, ол айтады, мен арасында Астанаға көшіп кеттім, тренировкаға келмедім, басқа, яғни жылдарға бүгін жаттығып жатыр ол. Жылдарға шаққанда ол 14 жыл бұл айналысқан адам. Бірақ арасында үзілістер болған ғой, 3 ай, 4 ай. Сол сияқты мен айтар едім, бір жылдарға шаққанда тұрақты болсаң да күшті жетістік. Ол маңыздырақ, негізі. Маңыздырақ. Бізде 90 күн тұрақты болып беретіндер бар. Бірақ одан кейін болды, мен залыңа да кірмеймін, тіліңді де үйренбеймін. Ол жаттығу емес, руханида да бар ғой, біраз жүріп иманың түсіп кетеді ғой. Мен осы тақырыпты қазір енді кішігірім не болсын, анонс мен кітабыма да қостым. Яғни ұзақ мерзімді ойлана алу және мысалы тілге енді қадам жасаған адам, тіл үйренуге қадам жасаған адам, ол былай ойлану керек та. 2 ай емес, 3 ай емес, 2 жыл, 3 жыл деп мақсат қоям, болды. Жаңағы 1 ай қазір көп қой енді, өкінішке қарай жаңағыдай 30 күнде үйреніп ал, 1 аптада үйреніп ал деген сияқты нәрселер. Осы нәрсе себепті адамдар ұзағынан ойланамайды екен да, ұзағынан әрекет. Жастарға маркетингтің құрбаны болып отыр. Жаңағыдай, менің 3 айым бар дейді да, құрып қалады. Болды, нәтиже көрмегеннен кейін құрып қалады. Ал мен жаңағыдай сол кітабымда жазып кеттім да, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл деп ойланыңыздар, соған сай әрекет етесіздер. Ми солай жалпы әрекет етті да өзі. Өйткені қазір интернетте тез ақша табудың жолы. Жастарға айтарым, естеріңізде болсын, біреу керемет ақша тауып жатып, саған ақша табуды үйретем дегеннің бәрі өтірік. Білім үйреніңіздер, бір кәсіптің басын ұстаңыздар. Меніңше сол ең маңызды. Рас, толықтай келсем. Дәке,
алла разы болсын. Иә, Өте рахмет. күшті бір әңгіме өріп біттік. Иә. Айдеке, сіздің қазақшаңыз тәуір ғой кәдімгідей. керемет па? Машалла. Үйде сөйлеткізбейді қазақша. Әдемі, күшті. Қалжың айтамын, Біздің алғашқы қазақша эпизодымыз шықты достар. Арнаға тіркеліп қойыңыздар, міндетті түрде лүпіл басып қойыңыздар, бізді қолдап қойыңыздар. Осындай бір қазақша бастамамызды жетіл подкаст аясында өз бұйырса Бірінші тәжірибеміз бұл, әлем болды. өз жалғасын тапсын деп білем. Сондықтан рахмет сіздерге. Дәке, рахмет. Рахмет. Сау Сау болыңыздар. Көріскенше. Сау болыңыздар. Мынау несі ғой деймін.